Құрметті оқырман қауым, еліміздің тәуелсіздігі баршаңызға құтты болсын. Сіздерді алда келетін кітап күнімен шын жүректен құттықтаймын. Кітап рухани азық, кітап адамның дүние танымын кеңейтеді. Біз кітаппен күн сайын кездесеміз. Енді Тоқтарбай өртке оранған қазына. Сен оның үйіне кіріп көрдің бе? Иә, анауың үйме, айналайын-ау, анауың қара жатақ. Оның жанында менің мал барам әдем емес пе? Не көрдің? Ауыз толтарып айтарлықтай ештеңесі жоқ. Көздің жауын алатындай дүниесі де жоқ екен. Тек қаптаған кітаптар, газет, журналдар. Жоқ, қателесесің. Кітап нағыз байлық қой. Әй, ол қайшыда қайдағы кітап болсын, ескі босқылары шығар. Қолына ұстап көрдің бе? Мен оны қайтем, мен интернет деген игілікті игеріп келемін. Кітап сөрелеріне көз жүгіртіп өттім. Неткен кітаптар, қандай керемет. Әлемдік классикалық жазушылар мен ақындардың небір кітаптары бар. Джек Лондон, Мұхтар Әуезов, Ілияс Есенберлин, Ойшылара Салғаралы, Бұлғабай Сәрсекеев, Жүсіпбек Қорғасбектей қаламгерлердің том-том романдары мен прозалық шығармалары, Шекспир, Гейне, Гете, Абай, Ыбырай, Сырбай Мәуленов, Ғафу Қайырбеков, Ақылбек Шаяқбетовтер бастаған март қасқалардың поэзиялық жинақтары мен алуан түрлі сөздіктер, энциклопедиялық жинақтар қаз-қатар тізіліп тұр. Үстел үстінде Меймундалап, Жарас Сәрсек, Ерлан Жүніс, Мадина Умарова, Қанат Әбілқайыр секілді жас қаламгерлерінің балауса топтамалары және бар. Ол кісіні қызықтыратыны Алекс Лагума, Қажығұмыр Шабдауылы секілді түрмеде отырып жазған кісілердің шығармалары еді. Үлкен жерденің алдындағы сөреде балалар әдебиет өкілдерінің туындылары самсап тұр. Бөлменің қабырғасына менің рухани ұстаздарым деп жазып қойыпты. Жазудың астына Шолқов, Ілияс Жансүгіров, Қасым Аманжолов, Сайын Мұратбеков, Мұқағали Мақатаевтардың портреттері ілінді. Жаста болса жеке кітапханасында 5000-нан астам кітап қоры бар. Жас Алаш, Айқын, Бума Жас Алаш, Айқын, Жетісу өңірі, Ақсу секілді кітаптар, газеттер, Таңшолпан, Жұлдыз, Қазақ әдебиеті секілді журналдар бар. Айтпақшы, осыншама жасқа келсе де балаларға арналған Айгөлек, Жас ұлан, Ақжелкен секілді басылымдарды да оқиды екен. Үйі құдды бір мұрағат мекемесіндей. Жаста болса жеке кітапханасында 5000-нан астам кітап қоры бар. Қандай бақытты жан. Ойбай-ау, қағазшыл сорлының өміріне неменеге тамсанып тұрсың? Ішерге не танағы жоқ. Кітап сатып алғанша ішетін атауын неге алмайды? Айбар, сен менен түсінбейсің де, түсіне де алмайсың. Себебі кітап ақылшы дос, сарқылмас қазына, теңдессіз байлық деген ата-бабаларымыз. Кітап тілсіз мұғалім. Шоға Шәрмен, сен онда ана неменің қасына барда философиялық ой тұжырында екеуің жарасасыңдар. Далада 21-ші ғасыр, ал сендер кітап дейсіңдер. Сенің пікірің теріс. Мейіржан досы Айбарға ренжіп, бережіп қалды. Көңілі түсіп, еңсесі түсіп үйіне қайтты. Арада 2 апта өткен соң Мейіржан көршісін үйіне қонаққа шақырды. Ұзағынан әдебиет, мәдениет, қоғам жайлы әңгімелерді тілге тиек етті. Сол күні Айбар көршісінің үйінде жоқ болғанын пайдаланып, қасақана өртеп жіберді. Бөрене ағаштан салынған лашуй лаулап өртенді. Жалында шоқ болып күлі ғана қалды. Ертеңгісін кітап болар, бейкүнә көршісі, жалын шалған, шоқ шалған үйінің ортасында ұзақ отырды. Қайғырды,
Ошоның ашынан амандық тілеп, бұл ауылдан бір жолата кетіп қалды. Айбар ештеңе білмегендей күліп жадырап жүре берді. Мейіржан бұндай әрекетке кімнің барғанын сезді, білді, бірақ бәрі кешеді.